Керегі жоқ. Қарабағанда мәселе ондай емес. Мен бермеймін деген жоқпын сіздерге. Отырсаң, опақ тұрсаң, сопақ болмау керек қой адам. Төреғали тілшілерге сұхбат беруден қашқан жоқ. Керісінше, отандық өнімге қолдау көрсетіп, сәті түскенде қалжыңдасып та жүрді. Тіпті құны 12-15 мың теңгені құрайтын кілемді сатып алды. Ал оның қолын артына қойып сөйлеуі жергілікті журналистке жақпай қалды. Келіңіздер, көріңіздер, отандық өнімді қолдау керек. Şu baslan. Қолын сүре қойып, Ау? ақырында қолын сүрсін. Неге? Болмайды олар қарау олай ұстауға. Неге болмайды? Болмайды, енді сен ол өзің үшін ғой. Сен мысалы үшін камераға бүйтіп тұрасың ба, осылай қарап тұрасың ба. Өзің ойлансай, дұрыс көріне ма сол? Все, спокойно, нормально. Бермеймін. Солай демеңіз, сөйлейді солай неге қыз. Қыз қылығы қытығына тиді ме, әйтеуір Төреш бақ өкілдеріне өкпелеп қалды. Бермеймін, не істейсің? Неге өйтіп айтасың? Жұлдызсыз ба бірдеңіз? Әншінің әкесі де мәселенің байыбына бармай жатып, ашуға берілді. Рұқсатсыз түсірдіңдер деп 4-ші билік өкілдерін сөге бастады. Егемдесе ол журналист кім ол? Мен оған айтпайсың. Вы с этим сами разбирайтесь, ладно? Мы не несем за нее ответственность. Жарайды, біз ол үшін жауапкершілікте емеспіз. Сен менімен ондай диктовать етіп, ондай тонда сөйлеспе. Біріншіден. Екен бізге наезд Мен саған наезд беріп тұрған жоқ. Наезд ондай болмайды. Наезд сен менен рұқсат сұрау керексің, Төреғали түсіру үшін. Тыңда. Хорошо, мен түсірмеймін. Фабриканы түсір, әңгіме жоқ. Біз фабриканы түсіріп алдық. Мазаламасын анау. Нені аламын, интервью аламын. Сіз барып, соны ренжіткен кісімен сөйлесіңізші, Сен менімен саусағың шошайта бермеш қандай. Аға, Саусағың шошайта бермеш. сен де орныңызды білесіз. Сен де орныңды біл. Отандық өнімді қолдауға келген әнші осылайша шымкенттіктерге өзін басқа қырынан танытты. Ал кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны көзі қыраға көрермен төрелігіне қалдырайық. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Нұрлан Алтынбеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.